Баршаңызға сәлем, свои рецепті каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай керемет, бір жасағаннан шығатын, өте жұмсақ әрі үлпілдек болып шығатын сүзбелі булочки рецептін ұсынғым келіп отыр. Сүзбе қосылғандықтан дәмі де ерекше болып шығады. Булочкидің қаншалықты жұмсақ, қаншалықты үлпілдек екен видеодан көрсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарап, сіздер де отбасыларыңызды осындай тәттімен қуантыңыздар. Ең алдымен апара дайындап аламыз. Жылы сүтке ашытқымызды саламыз. Және кішкене қант қосамыз. Сонда ашытқымыз тезірек көтеріліп, сондай ісініп шығады. Жақсылап бір араластырып аламыз. Және 5 минутқа қалдырып қоямыз. Ашытқы еріп, белсенділене бастайды және көтеріліп бетінде көпіршіктер пайда болады. Ашытқымызды шетке қойып, қалған заттарды араластыра береміз. Сүзбемізге жұмыртқамызды саламыз. Майымызды ертіп құямыз. Қантымызды саламыз. Және осы ингредиенттердің барлығын жақсылап араластырамыз. Сүзбемізді жақсылап езіп араластырамыз. Бір келке консистенция болу керек. Сүзбенің толық езіліп араласуы да қажет емес. Кішкене құмақтанып тұрса да болады. Егер погружной блендерлеріңіз болса, сол блендермен араластырып шықсаңыздар да болады. Жоқ болса, жай қолмен осылай венчикпен немесе қасықпен жақсылап араластырып аласыздар. Араластырғаннан кейін осындай консистенция болады. Сүзбесі толық езілмейді, бірақ ол ештеңе етпейді, ол қамырда піскен кезде білінбей тұрады. Ал енді осы қоспамызға жаңағы апарамызды құйып аламыз. Және бір рет жақсылап барлығы араласқанша араластырып аламыз. Ұнымызды алып, сұйық қоспамызға қосып аламыз. Кішкене ұнды қалдырып тұрып, бір араластырып қарап көрсеңіздер болады. Егер әлі сұйық болса, тағы қоса бересіздер. Булочкиді тым қатты етіп илеп қоймау қажет. Жұмсақ қолға кішкене жабысатын болса да, сонда булочкаңыз жақсы көтеріліп, өте жұмсақ, сонда үлпілдек әрі жеп жеңіл булочка болып шығады. Қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Қамырды 5-7 минут жақсылап илеген дұрыс. Сонда қамырыңыздың арасына кислород кіріп, кислородқа байып, сондай ісіп жақсы болып шығады.
Қамырларыңыз міне осындай жұмсақ қамыр болып шығады, кішкене қолға да жабысады, бірақ ол ештеңе етпейді. Қамырымызды 45 минутқа бетіне пленка жауып, жылы жерге қоямыз. Қамырымыз көріп отырғандарыңыздай 2 есе көтеріліп, сондай керемет қамыр болып шықты. Ал енді булочка формаларын жасайтын боламыз. Қамырымызды толықтай алып аламыз ыдыстан. Жаюға ыңғайлы болу үшін осылай бөліп дөңгелектеп аламыз. Менде осындай 11 бөлік қамыр болды. Қаласаңыздар кішірек немесе үлкенірек те жасасаңыздар болады. Қамырымызды бірін-кетін алып, жайып, булочка формаларын жасап отыратын боламыз. Осындай етіп қамырды 4 бұрышты етіп жаясыздар, видеода көрсетілгендей етіп. Осылай қамырдың ортасына шоколад бөліктері, немесе шоколад пастасын, немесе сгущенка қойылатылған, немесе варенье де салсаңыздар болады. Ал егер тым тәтті болған қаламасаңыздар, жай ғана булочканың өзін пісіріп алсаңыздар да дәмі өте керемет болады. Осындай етіп бүгетін боласыздар. Тағы да бір рет көрсетейін. Осылай етіп 4 бұрышты жаясыздар. Ортасына осылай салғыңыз келген заттарды салып, екі жағын осылай ішіне қарай бүктеп, осылай орап аласыздар. Қосылған жерін жақсылап қолымызбен шымшып шығамыз, сонда ашылып кетпейтін болады пісіп жатқан кезде. Тура осылай етіп, барлық қамырды осылай формаға келтіріп аласыздар. Мен барлығын жасап шықтым. Осындай болып әдемі болып шықты. Ал енді бұлардың барлығын пергамент төселген формаға салып, бетіне жұмыртқа жағып, 20-30 минут пісіресіздер. Булочкаларымыз осындай болып пісіп шықты. Өте керемет, түрі де, иісі де, хош иісі мұрнымызды жарып барады. Артында жеуге асығып тұрған кісілер көп. Булочкамыз өте жұмсақ болып шығады. Міне қараңыздар, қаншалықты жұмсақ екенін. Өте керемет булочкалар, міндетті түрде жасап көріңіздер деп кеңес беремін. Видео рецепт сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоның астында лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.